Бала да сол әлгі Украина елінің қолында болған, аман есен жүрген. Оның кейін артынан барып, Мергенбаев командир полка, соны тауып алып, хат жазып жүріп. Соны бала табылған ғой бір-біріменен. Соның қолынан келіп, баласын көріп, шешесінің, әлгі әйелінің қайтыс болғаны сол баланың аузынан естіп, ана комиссардың әйелінен естіп, әйелінен күдер үзіп, енді баланы өз соғыста жүр ғой, командир полка. Анау Украинаның әйелін айтады. Сен енді бұл жерде қазір соғыс болып жатыр. Сен осы баланы алып, өзің балаңмен бірге менің Қазақстандағы әке шешеме бар, сонда паналай тұр дейді. Оған әйел көнбейді. Міне балаңды аман есен өзің көзіңе көрсетіп отырмын. Қолыңа табыс еттім, енді қайтсаң дейді. Соныменен баласын алып, Мергенбаев өзінің полкына кетеді. Міне осыдан бастап үзіледі. Олар бір соғыста бәр қаза тауып кетті ме? Қайда? Соғыстан кейін, кітабын шыққаннан кейін күттім бір жерден хабар бола ма деп болмады. Кейбір жерлерге қатта жаздым. Бірақ мен олардан адасып қалмайтын едім ғой. Мен мысалы тірі жүріп, кітап жазам деп ойласам үйтпейтін едім ғой. Оның қай облыстан екендігін мен сонан жоғалтып алдым. Жақсы түсінікті. Ал енді мына елбасымыз Қасым ағаның елімізге сіңірген зор еңбегін ескере отырып жеке хатшы бекітіп берген болатын. Ол белгілі журналист Еркін Нұразхан деген азамат. Сол Қасым ағаның қасында қазір үнемі жүреді. Сол Еркіннен кішкентай Қасым аға туралы сұрап сұхбат алған едік. Қазір соны көріп жіберелік. Ағамыз осы биыл көзіне 2 рет операция жасатты. Екінші жолы жасатқаны сол қан қысымы көтеріліп кетіп, түк көрінбей қап, екінші жолы қайта жасатқан. Енді өзі осы үлкен жасқа келіп көзді емдетудің өзі ерлік. Шын айту керек, операцияға бел буудың өзі. Сонда мен бір сапардан келсем, емханада екен, барып қал жағдайын сұрап отырдым ғой, қасында әңгімелесіп. Қалыңыз қалай дедім, мынау түк көрмей қалған жаман екен, қараңғылықта қалғандай. Не естімейсің, не көрмейсің, жалғыздық. Мына жалғы адамды жабырқататында, адамды қинайтында жалғыздық екен деді. Дәрігерлер келіп кеткеннен кейінгі уақыттарда жалғыз қалам. Осындай жалғыздықты 41 жылы алғаш рет жаңағы жаутылына түскенде көріп едім деп, ол кісі бір әңгімесін айтты. Сонда жаңағы 15 күн қалың орманда жалғыз жүріп, 10 адам түссе 9-дан айырылып жалғыз қалған ғой. Содан ашығат, жаутылы қоршаған жаңағы маңайының бәрі жау Днепрдің оң жағына түстірді дейді. Қалың орман, қараңғы, және білмейді о жерде әлі толық. Сөйтіп ашығады ғой. Ол кісі ашығып әбден жүруге шамасы келмей қалған кезде ең болмағанда бір тірі тышқан кездессе, соны отқа қақтап жер едім деп армандап отырады. Тамақ, азық-түлік таусылған кез. Сөйтсе бір уақытта бір сыбдыр естіледі дейді, жапырақтың. Анау соғыстың дүмпуінен, бомбаның жарылысынан бүкіл тіршілік атаулы безіп кеткен ғой. Құста, аңда түгел қылаяғы тышқанға дейін жоқ. Сөйтсе сыбдыр естілсе, ол кезде құлағында жақсы естиді, көзімді өткір дейді, қарасам бір кішкене еліктің ылағы жалғыз үркіп жүгіріп келді дейді. Сол мені қара тартып 2-3 адымдады да жата кетті дейді шөпке, шаршап. Мені о да жалғызсырап келгенін түсіндім дейді. Әгі жерде алғашында қолым қаруыма бара берді, тоқтай қалдым дейді, ойпырмай, қайран тіршілік-ай, мынау тіршілік иесі, мынау жануар болса да мені қара тартып келіп жатқанын қарашы деп, маған көзі жәудіреп, әгі қарап қойып жатты дейді. Сол кезде мен ойладым дейді, мына Құдайдың мүмкін бұл жіберген бір сыны шығар маған. Мен осыны атып алып жеп қойсам, маған қанша күн азық болады. Бірақ мені Құдайда кешірмес қой деп ойлап, өзім тоқтап жасап, әгіге жаным ашып, отыр едім, ұйықтап кетіппін дейді. Оянсам, әге лақ жоқ, кетіп қалған. Сол кезде ойландым, кейінде қазір ойлайын дейді.
сол жаңағы лаққа деген менің жаным ашып жаңағы аман жіберген, мүмкін Құдай көріп мені де оқтан қаққан шығар, ажалдан аман алған шығар деп. Қасым аға, жаңағы еліктің лағын атпағаныңыз мүмкін өзіңіз мынау бала кезіңіздегі әңгімелерді жаздыңыз ғой, сонда қоян сирақ деген бір әдемі лағыңыз болған ғой. Соған мүмкін ұқсатқан шығарсыз. Жоқ. Ал енді бізге тағы да бір қоңырау шалған екен. Тыңдап тұрмыз. Алло, Түркістан қаласының звондап тұрмын. Әзірет Сұлтан қорық музейінің қызметкері Шалапов Мұзаппархан. Қасеке, ата, сіз мынаны айтыңызшы. Мынау соғыс кезіндегі Сталиннің рөлі, Сталин жөнінде бізде мына Ихан деген елді мекенде Сталиннің ескерткіші әлі күнге дейін тұр. Соны ақсақалдар бұздырмай жатыр. Оны біз бұзудан аулақпыз, бірақ сол ақсақалдар мүмкін бірдеңені білетін шығар. Ауырмаңыз, деніңіз сау болсын, 100-ге келіңіз ата. Жақсы, Мұзафархан, меніңше жаңағы Қасым ағаның Сталинге деген көзқарасын жаңа алдында естідіңіз ғой деп ойлаймын. Ол кісіге Қасым ағамыз шаң жуытпайды, ол кісіні жақсы көреді. Сондықтан хабарымызды ары қарай жалғастыра берейік. Ал енді мына бала кезіңізде тентек болыпсыз. Ол қызықтарын жазғансыз ғой, ана нағашыңызды оппақарға атматымен құлататыныңыз, ана көпірді өтірік жасап қойып, соғымға сойған жылқының ізін соған салып, жылқының қиын шашып, көпір сияқты жасап. Одан енді туған ағаңыз болса да, ана ат бәйгесі болғанда намысқа жібермей бәрібір озба дегеніне қарамай озып кететініңіз, одан кейін айтқа пісірілген екі тегене бауырсақты ауылдың балаларына таратып, бір-біріңізге айтшылап қыдыратындарыңыз. Ал енді осы сотқар болмасаңыз, мүмкін Қасым аға мұндай батыр да болмаған болар ма едіңіз, қалай ойлайсыз? Әлгі біреулер мысалы атағы шыға болып, біреуді мақтай бастаса, ол оның мақтағанда соғырлы мақтайды, арасын өтірік араластырып жібереді. Ол әплешін оқып еді, ол бәлем болып еді дейді. Менде ондайлық жоқ. Мен оқығанда, сонау техникумға, тіпті техникум өзінде, мен 4 деген бағын алмаған адаммын. Мен ылғи сол 2, ары кетсе 3, сосы қылды мен оқып бітірген адамын. Тек әлгі разведка диверсионы школдан ылғи 5 оқыдым. Ал енді жас кезімде мені әкем жорда ғана қайтыс болды, 100-ге таяп. Соны мен туралы жұрт сұрайтын көрінеді. Бірақ ол айтатын көрінеді. Ой, қарғым-ай, ол Қасым деген оны тәртепті болды деп ешкімді айтпайды. Бүкіл ауыл, 2 ауыл шулатқан бала дейді, кім біледі? Өзім сол содыр болып туғам ғой. Оның да себебі болған шығар дейсіз ғой, батырлыққа. Оны да бір нәрсе мені түртіп жүрген шығар. Кім біледі? Ал енді Қасым ағамыз даңқты партизан ғана емес, сонымен бірге атақты жазушы да, осы өмірде көргеннің бәрін жау тылында деген тамаша, кезінде бала кезімізде жата жастана жатып оқитын едік. Сол өзі кейінгі жылдары қайта басылып шықпады ғой, аға. Бұның балаларға тәрбиелік мәні зор. Осы жөнінде бұған не кедергі? Ал енді мен жас кезімде аздап өлең жазғаным бар деп бағаның басында айттым ғой. Өлең жазған сол, онда латын әріпімен басылатын газеттер. Қазір соның кейбіреуін қалған екен менің архивімде. Оқып көрсем, өлең сиқы жоқ. Әбден кісі оқығанды өзі алады екен. Ал енді кім біледі? Енді мені, мысалы, жұрт кейбіреулер жазушы, бәлен түген деп жайгесе қалтама билетті сап берді. Мен өзімде еш уақытта жазушымын деп атағамын емеспін. Сол кітабыңыз қайта шығуға не кедергі? Тоқта. Уақыт азайып келеді. Мен 30 шақты кітабым жарық көрді. Қайта басылғаны бар, орысшасы бар, украин тіліндесі бар, қазақшасы бар.